Мен қазақтардың мынандай бір нашариятетіне қайран қалам. Денсаулықты ең соңғы орынға қоятынына мен өте таң қалдым, өте қайран қалдым. Мен өзім Қытайда туып өскендіктен, Қытайдың ортасында өскендіктен яғни Қытай бізге қалай үйретті? Бірінші орында денсаулықты, бірінші орында ұлтты сүю, бірінші орында тілді сүю, бірінші орында денсаулық деген сияқты нәрсені қатысаған. Қытайда өз тілден басқа ешбір тілді қолданбайды. Қытайда өз тауарларын өздері әлемге жаулау үшін мықтап дамытады. Қытайда болса, жаңа денсаулық саласын ең мықты несін ежелден ешқайда шетелге болсын, ешқайда шығармайды. Оны дәріптемейді. Өйткені өздері денсаулығы мықты болса, бұл әлемді өздері жаулай алады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына денсаулық бірінші орында тұрмаса, сіз ештемеге тең емес. Есіңізде болсыншы. Бір түйір Абай атам айтқан, адам бір боқтың қабы, өлсең сасық болсын, боқтан ары деген сөзі бекер айтпаған. Сондықтан ағайын денсаулықты бірінші орынға қойып